Былай, менің позицияларым көрініп тұр ма сіздерге? Көрінбей тұр әлі? Окей, кеттік. Мына бір мысалда NVIDIA-ны көріп отырсыздар. Бұл жердегі NVIDIA қазір көтеріліп келе жатыр жоғары қарай. Бірінші цель күні бойы мына бір бағаны ала алмай жатыр, 633 деген. Бұзған күннің өзінде бізде мына жердегі максималды баға 634 тұр. Енді мен қазір лонг ашатын болсам, скальпинг вариантта негізінде мына жерге дейін ұстауыма болады. Жаман емес диапазон. $1-2 ұстауға болады, жоқ деген кезде. Енді былай ғой, оның ол жаққа кететіндігін мен қаяқтан білемін? 100% уверенность бола ма менде? Даже если мен 5 жыл торговать етіп жатсам да, әрине жоқ. Маған ақша табу үшін мына жаққа келу келмеу маңызды емес. Мен ол нәрсені контролировать етпеймін. Көп трейдердің мынандайда іштегі уайымы, олар айтқан бір нәрсе ойлап тұр ғой, ожидание, қазір мына жерге келу керек деп. Сол басындағы нәрсе болу керек дейтін собственный правота дейтін психологияда бар. Менің айтқандығым болу керек. Егер де оның айтқаны болмай, баға оған қарай қарсы жүретін болса, оның ішінде не пайда болады? Тревожность, разочарование, гнев, яғни негативті эмоциялар пайда болады. Неге? Өйткені собственный ожиданиясы орындалмай жатыр. Сонда бізде трейдингтегі психология бар. Марк Дугласты оқыған болсаңыздар, сол жерде айтады да, ақша табу үшін бағаның келесі қайда баратындығын білу маңызды емес. Мысалға менен сұрасыздар, білесіздер ме мына жерге келетінін дейді да? Есть вероятность келетін, бірақ 100% емес. Есть тоже вероятность ары қарай құлап, мына жердегі күннің басында 626-ны қайтадан реттеш жасаудан мүмкіншілігі бар. Енді мен болған позицияға кіретін болсам, маған бір-ақ нәрсені түсіну керек. Рискті қабылдау дейтін ұғым бар да. Менде риск бар, мен рискті көтере аламын деген екі мағына. Стоп-лоссты қою рискті көтере аламын деген сөз емес. На самом деле рискті көтере алу деген былай. Мысалға мына жерде мен позиция ашатын болсам, 637. Мысалға біреу осы жерден позиция ашады, айталық, счетында $3000 бар. Бір 5 акция аласылайық. Кірді міне позицияға. Енді мына стоп-лоссты былай қою, мен рискті қабылдай аламын деген сөз емес. Қателеспеңіздер. Я стоп-лосс по умолчанию всегда бізде критерий, ол қойылу керек міндетті түрде. Бірақ мынау рискті көтере аламын деген сөз емес. Егер де бұл рискті сен көтере алатын болсаң, саған келесі не болатындығы маңызды болмау керек. Осы нәрсені жақсылап түсініп алыңдар. Егер де сен риск көтере алатын болсаң, егер рискті шынымен қабылдаған болса, тіпті мынау қазір бұрылып кетіп, қайттан келіп сені стоп-лоссында алып кетсе де, сенде ешқандай сезім болмау керек. Жақсылап тыңдап алыңдар. Қазір айналып келіп сенің стоп-лоссындағы $15 шығарып жіберсе де минуспен, сенде ешқандай агрессия, негатив, ашулану сезімдері болмау керек. Рискті қабылдау деген осы. Енді мен осы $15 рискпен мына жерге дейін бара алады, және де одан да жоғары қарай кете алады. Мысалы, айталық 638-ге дейін барады деп күтемін. Осы раскладта менің шығынымнан пайдам, допустим, 2 есе көп, иә? Болды, мен рискті қабылдадым. Қазір қателесіп қалсам, проблема жоқ, мен $15.50 минуспен шығамын. Рискті қабылдау деген осы. Ал енді стоп-лоссты қойдыңдар ма? Ары қарай не болатындығын күтпей-ақ қойыңдар. Бұл сендер қолдарынан келетін әрекетті, анализді жасадыңдар, тәуекел еттіңдер. То, что дальше болатын нәрсе, ол шынайы маркетте. Сен келесі басқа трейдерлерге, коллективный массаға, басқа игроктарға сен жауап бере алмайсың ғой. Олар да сен сияқты ойлау керек, чтобы бағаны өсіру үшін. Олар да сен сияқты намерениемен кіру керек лонгқа, чтобы осы бағалардан қазір 632, 633 деген бағалардан олар да лонгқа кірсе, я, сен ойлағандай жоғары бағаға кетуі мүмкін. Бірақ алдын ала бір жерге келеді деп 100% кесіп айту ол мүмкін емес. Енді біздің жұмысымыз сәйкесінше рискті қоямыз да, және де соны шынымен де қабылдауымыз қажет. $15 ма болды, стоп-лоссымды алып кетсе проблема жоқ. Мен бір рет қателесуім мүмкін, екінші рет қателесуім мүмкін, үшінші рет қателесуім мүмкін, бірақ менің 3 рет жасаған қателігімді бірақ сделкам полностью қайтарып бере алады. Потому что оны мен вероятностный категория дейміз, яғни ықтималдылығы жоғары стратегия болып табылады. Менің 3 минусымды 1 плюс жауап бере алатындығын сенемін. Осы себептен менің миым қорықпайды минусқа кетуден.
каждый раз минус болған сайын мен дірілдеп ашуланып, трейдинг менікі емес, трейдинг қолыма келмейтін сияқты, барлық ақша тауып жатыр, мен ақша жоғалтып жатырмын, бұл менің психологияма келмейді, мен бүйтіп ақша жоғалта беретін болсам, онда трейдингті істемей ақ қояйын дейтін сияқты сезім болады адамда. Сондықтан бұл жерде риск неотъемлемый дейді оны, бөлшектенбейтін, осы бір жұмыстан кетпейтін жұмыстың шарты бұл риск алу. Яғни сен каждый раз позицияны ашып жатқан кезде сенде міндетті түрде риск болады. Енді біздің жұмысымыз осы рискті қабылдай алу. Неважно, қанша суммамен кіріп жатсың, 30 мың доллар ма, 50 мың доллар ма, 100 мың доллар ма, бірақ определенный стоп-лоссқа қойған суммаңда, былайша айтқанда, респект, уважение керек, что осы сумманы мен көтере аламын. Енді мен білем, рискті қойдым, қандай расклад болса да мен түсініктімін, 15 доллар жоғалтатынымды. И және де менде осознанно бұл рискті қабылдағаннан кейін, қазір если оған кетіп қалса да, мен алдын ала білдім ғой, что мен 15 доллар кетіп қалса да, менде ашулану, негатив, ақшаны қайтарып алу сезімдері болмайды. Кімде ошибка мынандай ғой, позицияны ашып алады да, тек қана собственный правота деген нәрсе, яғни мен ойлағандай қазір мына жерге келу керек болатын болса, мен тек қана осы нәрсені ожидать ететін болсам, мен стоп-лосс қоймаймын ғой, получается. Почему? Потому что прав адам. Мен ойлап тұрмын, мен ойлағаным болады деп тұрған өз-өзіне уверенный адам, оған риск қоюға вообще смысл жоқ қой, получается. Если мен прав болатын болсам, зачем маған стоп-лосс выставить? Неге мен стоп-лосс қоюым керек, неге мен минус болуым керек? Мен өзімнің жасап жатқан намерениеме уверен болып тұрғандықтан мен рискті алмаймын. Сондықтан көптеген адамдардың кіріп жатқан кездегі ошибкасы, мен бәрін білемін, мен ойлағандай болады деген сеніммен кірген адамдарда алдын ала predefining риск дейді, яғни рискті есептемейтін болғандықтан осы проблема всегда болады. Олар бірден көп, 50 акция, 100 акция алып жүруі мүмкін да, алдын ала рискісін есептемеді ғой. Мысалы, сен 5 акциямен 15 доллар жоғалтасың. Сен егер мына жерде одан да көп акциямен кірсең қалай болушы еді? Басқаша болады ол жерде. Мысалға, мына жерде 5 емес 50 акция болатын болса, сенде басқаша уже 127 долларға дейін ақша жоғалтасың. Яғни сенің басында 3000 доллар болатын болса, сен негізі 30 доллардан артық жоғалтпауың керек еді. А сен бұл жерде 150 доллар жоғалтатыныңды алдын ала білген жоқсың. Значит, есептеген жоқсың. Вот именно уже сен ойлағандай болмай қалып, баға былайынан қазір төменге қарай кетіп бара жатыр, минус. Сен минус 60, минус 70, сенің миың көтере алмай, сен ашуланып, өзіңді жайсыз сезіне бастайсың. Қорқа бастайсың. Страх переполняет полностью. Былай кете береді. Неге? Алдын ала сен бұл рискті қарастырған жоқсың. Даже есептеген жоқсың ондай рискке баратын. Почему? Сенде собственный правота дейтін сезім бар да. Менің ғана ойлағаным болады. Естеріңде болсын, маркетте кез келген уақытта, кез келген секундта любой жаққа бұрылып кете салады. Потому что маркет сенің ғана намерениеңмен қозғалмайды жоғары төмен. Сен сияқты миллиондаған трейдерлер бар. Бізде коллективный массамен жүреді маркеттің бағасы. Движение вверх, көптеген адамдар лонгқа қарай кіріп жатса, сен сияқты намерениемен бір уақытта, онда возможно оларды көтеріледі. Немесе барлық бір уақытта мынау қайта фитильдерді көріп, мынау осы алмайды екен, мына жақтағы сатушылар мықты екен деп ешкім сатып алмайтын болса, қазір баға оп-оңай құлап кете салады. Сондықтан мен бір нәрсені білемін дейтін аса умный болудың қажеттілігі жоқ. Алдында айтқандай, сенің намерениеңді бұзып жіберетін бір крупный игрок жетеді мына жерде. Барлық мына жерде мысалы 10 адам лонгқа кіріп отырмыз, общий 10 адамның салынған суммасы айталық 100 мың доллар болсын. Қазір бізге қарсы бір акула келеді да, бір өзі 200 мың долларға шорт жасайды. Және де біздің онымыздың ойымызды бірақ адам қақ ортасынан кесіп, өз ойын жасап жүрмін. Сондықтан кез келген секундта кез келген нәрсе болады деген. Енді былай айтқым келіп жатқан дүние, не определенный маркеттен определенность іздеудің қажеттілігі жоқ. Мынандай болады, қазір мына жерге өсіп қалатын шығар. Я, есть вероятность, ол бұрынғы тәжірибелерде бойынша келу мүмкіншілігі бар, бірақ оған 100% былай тіреліп алып, предубеждение дейді ол, long bias, short bias, яғни алдын ала предубеждение жоқ, бұл қайткен күнде де 640-қа келу керек деп кесіп отыратын болсаңыз, миыңыз басқа информацияны қабылдамайды. Сіздің миыңыз өзіңізге не ойлап тұрсыз, сол нәрсені навязывать ете береді. Сіздің ойыңызша 637-ге келу керек, и ол сіз тек қана сондай информацияны іздейсіз маркеттен. Бірақ маркеттің айтып жатқан информациясы басқа болуы мүмкін да қазір. 634-ке келіп, мынандай фитиль шығып, даже на moving average пен view up'ты бұзып жатса да, сіз оны мойындамайсыз. Неге? Сіздің ойыңыз тек қана мына жерге келу керек деп тұр, собственный правота. И сіз соны күтіп отыра бересіз. То есть маркеттегі қазіргі айтып жатқан price action
движение сен сиз окуй алмай турсуз. То есть маркетте эч кандай ондай ниет жок. Позитивный ниеттеги немесе негативный ниеттеги эч кандай информация жок. Сиз бул информация эмне үчүн негативди фонда, негативди жаңагыдай түрдө окуйсуз, неге билесизби? Өйткөнү сиз азыр лонгко кирип алдыңыз го. Сиздин ожиданияңыз ана жака чейин өсү керек. Негизи маркетте в целом нейтральная информация. Келип атыр мындай информация. Ол сен интерпретация жасап атсың, яғни сен аударма жасап атсың. Сен аударма жасап атсың себеби сен мына жерде акция багасын өсөт деп турсуң го. Бул кулап атса, бул как будто маркет сага каршы сыяктуу да. Маркет сенин акчаңды жеп аткан сыяктуу, сен өзүңдү начар сезине баштайсың. Кача маркетте эч кандай. Эгерде сен позицияны ошол жерде эч кандай позиция ачпасаң, сен мисалга ачыла алмайсың го бул жерде. Өйткөнү эч кандай позиция ачкан жоксуң, эч кандай ожиданияң жок. Енді бір нәрсені жақсылап түсіндір. Позиция ашуға деген қорқынышты жеңу үшін сендерге үш ақ нәрсе жеткілікті. Стратегия жақсы. Екі аргумент керек. Біреуі уровень, екіншісі объем. Если уровень мен объем сендерге жақсы, подтверждение беріп тұратын болса, көзіңді жұмасың да позицияны ашасың. Онан кейін не болуы маңызды емес. Просто ашасың, күтесің, тәуекел етесің. Главное, чтобы сол стратегияңды бірінші рет жасаған болу керексің. Және де риск міндетті түрде барлық кезде бірдей риск болу керек. Мысалға, жай адам 15-20 доллар риск қоятын болса, бір сделкаға всегда осы рисктен асып кетпеуі қажет. Оны неге екендігін қазір түсіндіремін. Барлық кезде егер адам бірдей минусты қоятын болса, мына минустардың барлығын қайтару намного реалистичный. Тіпті бір сделкамен, тіпті бір күнде немесе бір аптаның ішінде толықтай қайтарып жіберуге мүмкіншілік бар. Енді іштегі қорқынышты, сезім, қобалжу, сенімсіздік, мен позиция ашқан кезде қорқа беремін, трейдинг қолымнан келмейтін сияқты дейтін адамдар болатын болса, әрине менің сіздерге айтып отқан дүниелерім кішкене қиындау болып көрінуі мүмкін. Мүмкін мен 5 жыл торговать етіп жүргендіктен маған айту жеңілдірек шығар, бірақ тура сіздер сияқты жақында ғана басталған, 3 апта бұрын бітірген, қазір Нұрболат есімді студентімді микрофон беріп шақырамын. Ол жігіт сіздерге мағанға дейін келген кездегі бірінші өзінің былайша айтқан кезде таракандарын айтады. То есть ожиданиясы қалай болды, маған келіп жатқан кезде қандай сезімде болды, қандай нәтиже болды, және де қазіргі ойлау жүйесі қалай. Яғни жай ғана адамның просто мышлениесін өзгерту, минусқа деген отношениясын өзгерту, маркетке деген подходын өзгерту қалай бізге прогресс беретіндігін осы туралы айтқым келіп отыр. Нұрболат, осында болса микрофонды қосып төлейсің ғой. Қазір сұрақтарыңызға артынан жауап беремін, сіздер пока жаза беріңіздер. Нұрбол, сен микрофон ашық қой, иә? Или ашық емес пе? Если тұр ма менің өзім? Ага. Так, жалпы мен қазір телефонмен отқан демонстрацияны істе жаңа қосу керек болса өзін қоса берсең мен компьютерім. Хорошо. Интернет істемей қалды. Сен пока өзің таныстыра бер, мен көрсетемін сөз. Все хорошо, жалпы бәріңізге ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Мен жалпы Нұрекеңнен осы 10 күн алдын ғана бітіргем сабағым. Осы январьда бастағанбыз, 3 январьдан бастап личный наставничество болған болатынмын. Бұған дейін Нұрекеңге дейін уже осы Қазақстанда жүріп, осы Қазақстанда біздегі трейдерлардан обучение алғам. До этого жаздан бастап қатысып, жалпы айналысып жүрмін трейдингпен. Екі кісіден алдым, екі түрлі кісіден тоже личный наставничество алдым, бірақ айтарлықтай былайынан дәрежеге жеткен жоқпын. Себебі информация былайша айтқанда тағын интернетте бар информацияны былайынан сатқан адамдар болып, сондықтан дұрыс түсінген жоқпын трейдингті. Өзім сол кісілердің арқасында жаңағы өзім счетым ақша салып, сол полный депозит 2 рет сливать еттім. 2 рет полный депозитті салып, соны до нуля жеткізген болатынмын. Енді қазір пока что демо счетпен байланып торговать етіп, пока Нұрекеңнің несін стратегиясы бойынша торговать етіп, Нұрекеңге күнделікті обратный связьбен жасап жүрмін.
бұл жақта жасап жүрген кезде уже получается осы ай полностью бізде жаңа практика болып жатыр. Қазір енді ол жақтағы өзгерістердің біріне сол ең бастысы осы жаңа техникалық анализбен қоса ол психологиялық, психология жағынан көп таскать етті мен нұрекең. Психология, яғни сенің жаңағы трейдқа деген отношениең өзгерту керек. Себебі сен кіріп алғаннан кейін жаңағы белгілі бір позицияға өзіңді өте қатты уверен болып, немесе өте қатты содан бір ожиданияңды күтіп қала бересің деген сияқты обратный связьдар болды. Соның арқасында жайлап солар қазір исправить етіп келе жатырмыз. Мен қазір толығымен өзім жаңағы ішкі демондарымнан құтылдым деп айта алмаймын. Просто пока что қазіргі мен жасап жүрген дүние, мен алдында 6 ай бойы осы жасаған дүниемен қарағанда арасы прям ай мен көктей болып тұр. Себебі мен біраз жаңағы трейдингтің психологиясын жаңағы түсінуге жәрдем берді да маған ең бастысы. Потому что трейдингта теханализді білу өте маңызды, сонымен қатар трейдингтің өзінің жалпы психологиясын айтқан маңызды болды да. Себебі ондай бір сендерге ментор болмайтын болса, жаңағы өздеріңіздің қастарыңызда бүйтіп айтып отыратын жаңағы психологиялық тұрғыдан таскать ететін адам болмаса, жалпы бұл неде заработать ету қиын. Мен қазір сол жалпы өзім осындай установкалармен қазір былайша айтқанда күресіп жатырмын, өзім басымда бар. И қазір жайлап уже менде біраз уақыт плюсқа шығып жатырмын. Уже көп сделкалар жасап жатырмын. Күнделікті мен істейтін сделкаларым, мен бір ғана сделкаға кіріп соны до конца күтіп отырмаймын. Мен 4-5 сделкаға кіріп кетемін да, мен кішкене андай барлық жағынан ақша тапқым келеді, сондықтан көп кіре беремін. Бірақ соның өзінде қазір егер нормально торговый стратегия болатын болса, сол маған плюс алып келеді әжептәуір. Мен бір минус жасауым мүмкін, 2 минус жасауым мүмкін. Мен сделкамды былайша айтқанда 50% win рейтім 50% болып, 50% мен ақша жоғалтқан күннің өзінде мен плюсқа шыға алатынын өзім практиковать етіп, өзім көз жеткізе алдым. Және оны біз тоже нұрекеңмен қарағанбыз, то что вот менде win рейтім ол кезде 47% болды. 47% енді бастап жатқан кезде 47% win рейттің өзінде, яғни мен плюсовой сделкам барлығын есептеген кезде 47% болған. Соның өзінде мен плюста болдым, себебі жаңағы дұрыс подходпен, уже более осознанный подходпен трейдингке қарағаннан кейін сондай өзгерістер пайда бола бастады. Сол айтқым келетіні тағы да ең маңыздыларының бірі ол жаңағы сіздерде бұл жерде жаңағы сіздер өте үлкен игроктармен байынан қарсыласасыздар да, и олардың ішінде сіз, получается, риск қабылдай алсаңыздар, және олардың рискті қабылдап арқылы жаңағы плюсқа шығатын болсаңыздар, сіз өз-өзіңіздің өте қатты мақтана аласыздар, себебі сіздер соншама миллиардтаған, триллиондаған ақшаны управлять еткен адамдарға қарағанда, өздеріңіздің былайша айтқанда айлаңызды асырып, жаңағы ақша тауып отырсыздар деген сияқты. Сосын соға біз ең бірінші менің сделкам мына жердегі бұл инструкциясын айтып кетсең да, мысалы ең бірінші біз осы бастаған күн ол позиция ашқан кезде былай да, бұл кісіде сіздер сияқты шамамен орта есеппен мысалы $2000 ақша салғысы келеді да, и сонымен бастағысы келеді. Демосчеттағы жұмыс эмоция жоқ болғанымен бірақ нәрсені түсіну керек. Қазір сол нәрсені нені түсіну керектігін мен сіздерге жақсылап түсіндіріп берейін. Бұл кісі жалпы оқығаннан кейін сіздер оқыған базалық басқа сабақтар, advanced курс болсын, группалық сабақтар бәрінде бір білім беріледі. Артық ешқандай білім бермейді, сол стратегиялар. Главное, бұл жердегі подходты өзгертеді. Кішкене минусқа деген отношениені өзгертеді. Былай айтқан кезде сен ештеңені уайымдамайсың. Просто келесің, позиция аша бересің. Өзіңнің стратегияны көресің, мен үйреткен. Соны келесің, исход қалай болатыны маңызды емес. Қандай раскладта позиция минуспен жабыла ма, плюс жабыла ма, сен оны пока 2 ай вообще контролировать етпейсің. Сен тек қана өз позицияңды көресің, ашып жібересің болды. Бірақ нәрсені контролировать етуің керек, ол всегда қойылатын риск бірдей болу керек. Мысалға, $2000 счет үшін бір күнде $20 артық ақша жоғалтпау керек. Сол кезде тоқтата алу керек өзің. Сонымен енді бастайды бұл жігіт. Январьдың алғашқы 11 числосынан бастап біз бір апта сабақ өткеннен кейін уже бастап кеттік практиканы. Осылайша
мисалга 20 акциямен кіріп жатса, $2 дейін ұстайды, $1 дейін ұстайды, мисалга, иә. 1/1, 2/1 соотношение бойынша жұмыс жасаймыз. Сонда қарасаңыздар, за все время, қазір бізде полностью январьды көрсетіп шығайын, общий минус ешқашан $20 асып кетпеген. Бұл тәртіп осы, яғни жұмыстың алғашқы шарты $20 минустан артық ақша жоғалтып қоймау керек. Енді 17-сі, 18-і осы айдың соңына жақындап қалдық. Бүгін уже 30-шы число. Бүгін 29-і. Мұны қарасаңыздар, всегда плюс көп. Бір ғана үлкен бар, мынандай жерде $30. А так, в принципе, оның алдындағы жабылған күндері, мына күн мысалы $40 тапса, $30 жоғалтқан, бірақ бәрібір в плюсе $10, мынамен общий $40 болып тұр екен. Тапқан ақшасы мына жерде $73, жоғалтқаны $33, бұл кісі бәрібір $40 плюсте тұр осы күн деген сияқты. Сондықтан барлық кездегі минусы бірдей болады. Адам бірінші айда ақша жасауға тырыспау керек. Просто мен жасай аламын ба деген нәрсені тексеру керек. Бұл кісі басқарып жатқан жоқ. Мен қанша ақша табамын, қазір қанша ақша жоғалтамын, ақша жоғалтсам қайтемін деген сияқты қорқыныштарын просто сырып қойып, просто мен жасап көрейінші. Не болатыны маңызды емес. Главное, маған айтты, стоп-лоссты бірдей ұстасам болды деді. Ары қарай мен ақша табу пока міндет емес деді. Енді қараңыздар, бұл жалпылама бір айдағы жұмыс, иә. Қазір мен әрбір стратегиядағы жұмыс қалай болу керектігін көрсетемін. Мысалға, level to level, немесе бір уровеньде кіріп, екінші уровеньде сату дейтін нәрсе бар. Обычно біз поддержкадан кіреміз, сопротивление уровеньге келгенде сатып жібереміз, лонгқа келгенде. Мысалға, осы лонг позициядан ақша табу, немесе керісінше бір маңызды деңгейге келіп, сопротивлениені бұза алмай қалған кезде біз сол жерден шортқа кіреміз да, келесі поддержка деңгейден позициямызды жауып жіберетін едік. Міне осы обычный уровеньде кіріп, уровеньде шығу дейтін стратегия, мынау трейдингтегі ең оңай стратегия. Buy the dip, sell the rip дейміз, немесе покупай дешево, продавай дорого дейміз. Сол сияқты нәрсе. Енді қараңыздар, осы level to level дәл сол нәрсе, всегда сол 20 акциясымен, яғни өзіне жететін, ешқандай маржасыз, қайталап айтамын. Қанша сумма сала алады, сонша суммамен кіреді міндет. Всегда қойылатын минус $20-дан аспау керек. И солай жұмыс жасай бастайды. Мынау бір айдағы емес, 2 аптадағы жұмыс. Біз енді көбінде симулятормен жұмыс жасадық. Симуляторда кез келген күнді артқа жылжытып қойып, мысалға мен қазір 15 январдағы, 16 январдағы күндерді қосып қойып, симуляторда как будто маркет енді ашылған сияқты симулятормен жұмыс жасап, күнделікті өзімді тексере бастаймын. Маркет ашылған кезде кез келген акцияны таңдап аламын да, соған анализ жасап, міне осыны бүгін жасайтын едім, қалай позиция ашатын едім деп тексердік. Енді қарасаңыздар, әрбір стратегияға, мысалға, егер де біз күнделікті лайв трейдинг кезінде, күнделікті маркет кезде келетін болсақ, мен мысалға бір күнде максимум 2 сделка жасап үлгеруім мүмкін. Мысалға, менде бір стратегия бар, level to level, немесе уровеньнен алып сату. Бұның мен статистикасын тексеру үшін маған негізі 20 жұмыс күні керек. 20 жұмыс күні деген целый бір ай. Чтобы мен бұның соотношениесін тексеру үшін, 20 сделка жасап көремін 20 күнде. Қаншасы плюс болды, қаншасы минус болды, қанша ақша таптым, қанша ақша жоғалттым, бұл жалпы ақша табуға келе ме екен, келмей ме екен деген нәрсенің сұрақты жауабын алу үшін маған целый бір ай керек болды. А сендер ойламаңдар, бір позицияны аштым, ақша таптым, екінші позицияны аштым, ақша таптым, болды, бұл стратегия жұмыс істейді. Немесе 3 рет қатарынан минус болдың, жоқ, бұл стратегия жұмыс істемейді деп алдын ала кесіп, өз-өзіңнен вывод шығаруға келмейді. Әрдайым sample size, яғни кемінде сенің жасаған гипотезаң дұрыс болу үшін 20-40 сделка жасауың керек әрбір стратегияда. Енді қараңыздар, бұл жігіт level to level жасады. 2-ақ рет, 3-ақ рет минус болған, $20-дан аспайды. Қараңыздар, $20-дан аспаған. Енді мына жерде полностью жазып жүр, кірген шыққаны, мына жерде бізде ошибкалар не үшін болып жатыр, психология қалай ойнап жатыр, барлығын жазған. Енді қараңыздар, осы бір айлық емес, бұл енді орта есеппен қанша уақыт кетті? Бір 5 күн кетті, level to level-ға. 5 күнде 4 сделкадан жасап өтті. Енді қараңыздар, общий егерде бізде мына жерде 20 сделка болатын болса, 20 сделканың 78% плюс, 22% минус. Егер долларлық көрсеткішпен айтатын болсам, $479 тапқан, $72 жоғалтқан. Тазасы почти $400. 78% winning rate, процент выигрышасы, бұл потолок. Естеріңізде болсын. Вообще трейдингте ешқашан 100% істейтін стратегия болмайды, 100% істейтін индикатор болмайды. Вот этот smart money, stochastic,
RSI, MACD, Fibonacci, pivot points ешқашан 100% стратегия болмайды, что сен осыны істей берсең постоянно ақша таба бересің деген. Любой стратегиядан ақша жоғалтасың, потому что стратегия ол стратегия, маркеттегі бағаны қозғалтатын ол адамдар, стратегия емес. Яғни кез келген уақытта саған қарама қарсы бір үлкен игрок позиция ашып жіберуі мүмкін, және де сен ойлағандай болмай қалуы мүмкін. Бірақ успешный альфа трейдерлер бар да, проп трейдингте, хедж фондтарда жұмыс істейтін. Вообще считается в трейдинге 60% winning rate это лучший winning rate. Егер де адам бір стратегия пайдаланып отыр, мысалға 100 сделканың 60-ынан плюспен шықса, қалғаны 40 минус болса да, это считается лучший стратегия. Енді қараңдар, бұл 60 емес 80%. При этом бұл мынандай минустардың нормальный екендігіне көз жеткізді. Және де каждый раз минус болған кезде қорқып дірілдемейді. Блин, мен бүгін ақша жоғалтып қойдым, не істеймін, қалай қайтарып аламын деген сияқты ашу-ыза болмайды. Біздің жұмыс бір күнмен, бір сделкамен, бір аймен есептелмейді. Біз соңында көреміз. 4 апта өтті, қанша ақша таптық, қанша ақша жоғалдық. Тапқан ақшаң жоғалтқан ақшаңнан көп болса, болды бағым сол. Трейдингтегі шығын, стоп-лосстарың бұл бизнестегі шығын сияқты болу керек. Яғни сенің определенный жұмыс ақша табуға кеткен рисктерің деген сияқты. Енді бұл біріншіне, әрине көргенге оңай, 80-78% выигрышы күшті. Мысалға екіншісі бар. Бұл да солай. Әрбір стратегияны жасап атқан кезде сол баяғы өзінің нелерімен кіреді, өзінің ақша жететін сияқты. Енді бұл жерде мара бізде 16 доллар ғана тұратын акция, сондықтан бұл өзі 2000 долларға жететін суммада кіріп жатыр. Всегда жоғалтатын ақшасы, табатын ақшасы асып кетпеу керек. Мысалға, мына күні 2 сделка жасаған, 3 сделка жасаған, или 4 күн, 29 күні, кешегі күні. Общий тапқан ақшасы қанша мына жерде? Почти 175 доллар. 175 доллардың обратно 55 долларын беріп қойған, 120 доллар плюспен қалыпты. Бұл жігіт уайымдамайды да. Мысалы, бір күнде 6 сделка жасаған екен. Мен қанша ақша жоғалтам деп уайымдамайды, фокусын мен ақша жоғалтып қойдым ғой, бұл ақшаны қалай қайтарам дегенге емес, фокусын жаңа мүмкіндікке қояды. Ана ақшаны реске қайтарып аламын емес, тағы маркет қандай мүмкіншілік береді екен, мен қазір қандай позицияны аша аламын деп фокусын позитивке қарай бұрады. Өйткені бұл жігіт біледі, күннің соңында, бүгін болмаса да аптаның немесе айдың соңында статистика бойынша менің табатын ақшамның мөлшері жоғалтатын ақшамды қайда көп болатындығын біледі. Дәл осылай әрбір стратегияға winning rate болу керек. И ол неменше 60% болмау керек. Саған мына жерде мынанікі бар. Соңғы жасаған сделкасын қарайтын болсаңыздар, тоже 83% тапқан, жоғалтқан 17%. Сонда почти 200 доллар тапса, 54 долларын жоғалтқан. Бәрібір 145 доллар пайдада да тұр. Сондықтан саған всегда плюста бола берудің қажеттілігі жоқ ақша табу. Просто сенің психологияң ғой, собственный правота, перфекционист, отличник синдромы болады ғой андай. Мектепті постоянно 5-ке, қызылға, университетті қызылға бітіргендер, немесе по уставу жұмыс істейтіндер, стройкада по ГОСТ жұмыс істейтіндер, стандартпен жұмыс істейтін адамдар білесіңдер ғой заводта. Қателесуге болмайды. Қателессең жаман. 2 алсаң жаман. Қателесуге болмайды деп үйретіп қойған біздің өмір бойы сөйтіп сондай предубеждениемен өсіргендіктен бізге қателесу ненормальный болып көрінеді табиғатымызда. Сондықтан біздің миымыз просто ақша жоғалту немесе қателесу дегенге өте болезненно қарайды. Вот именно қазір сенің бұрынғы болезненный опыттарың болады ғой, мысалға трейдингтен бөлек гаишникке ұсталып қалдың, 25 000 теңге төлеп кеттің, коррупция беріп кеттің. Ол сенде болезненно да, сен қателік жасадың, ремень тақпай. Сен қателігіңнен сондай шығын шықты қалтаңнан. Қазір сендегі сол бұрынғы фейлдарын трейдингтен бөлек, сенде қателесудің не нормальный екендігі миыңа жеткізеді. Біздің миымыз ассоциативный жаңағыда немен жұмыс істейді, механизммен, яғни бұрын болған нәрсені опытыңдағы, соны сен миыңа алып келіп беріп отырады. Минус болса минусты солай, плюс болса плюсты де солай, бұрынғы сенің өткен тәжірибеңмен сәйкестендіріп отырады. Келесі мысалға ABCD тоже солай. Барлық кездегі кіріп атқан акциялардың саны бірдей. Жоғалтатын риск 20-25 доллар. Осылайша әрбір кездегі рисктің бірдей сақтау міндет болады.
Жай гана позицияны жасау эмес, ол жердеги ошибкасы психологиясы калай ойнап атат. Ар бир позицияны ашып жаткан кездеги онун төзүмдүүлүгү, сабырлылыгы, иштеги мынау арпалысып жаткан эмоциялары, собственный предубеждениялары, ожиданиялары кандай нерсе болуп жатыр, былайча айтканда Димошевдун өзүнө да сондай үлкен сезимдер сезинүүгө болот. Как будто өз ашыгыңды торговать этип аткан сыяктуу. И вот қазір карасаңдар, бул жигит, мен айтып жатырмын го, 60% жетет негизинде. Бул жигит даже уйнингирет 80%. Еринбейт бул. Симуляторга күнүгө 1 саат, 2 саат убакыт арноо аркылуу просто бул эмнени өз өзүнө далилдеп атат билесиңерби? Акча жоготуудун нормальный экендигин. $20, $30, $10 жоголто берүү каждый сделкадан. Это нормально деген нерсесин мыйын жаттырып атат. Бул катарынан азыр 5 сделканы жоготуп койсо да, ол былай ойлойт да. Ладно, бүгүн менин күнүм болгон жок. Мен эртең келип жасайм дейт да. Бирок трейдинг жаман, маркет менин акчамды алып койду, AMD мени кадап кетти, Tesla менин стоп лоссумду алып кетти деп анага мынаган стрелканы лактыра бермейт. Бүгүн просто плохой день болду. Почему минус болуп жатыр? Сендер мисалга да күнүгө ABCD жасап атсыңдар, ABCD. Мисалга 3 рет акча таптың да ABCD'ден. Айталы, $40 3 рет акча таптың. Сен бир рет болсун осы кезде сомневаться еттиң ба, что ABCD'де бир нерсе дурус эмес? Менин стратегиям кате деген түшүнүк болду ма сенде? Жок. Сен 3 рет акча таптың, сен ойламайсың мен бир нерсени кате жасап аттым. Сен акча таптың конкретно. Бирок сен 4-рет акча жоготуп койгон кезде, 5-рет акча жоготуп койгон кезде сен ойлана баштайсың. Оппо, мен стратегиям бир нерсе дурус эмес сыяктуу, бир нерсе дурус эмес демей аткан сыяктуу деген сыяктуу саган коркканга код көрүнөр деген сол нерсе го. Уже причинаны сырттан издей баштайсың да. Мен дурус эмес кылып койдумба, дурус эмес количествоға салып койдум. Жок, сен барлык кезде бирдей аракет жасап атсың. Просто осы жолы саған сәтсіздік келіп түсті, стоп лоссыңды алып кетті. Егер де сен барлық кезде бірдей критериймен кіріп жатсаң, ештеңе вроде өзгеріп жатқан жоқ. Просто сенің ғана ойың өзгеріп жатыр. Потому что сен минуста отқан кезде бір нәрсе қате, плюста отқан кезде бір нәрсе қате екен деп ойламайсың ғой, ақша тауып отқандықтан. Сен барлық кезде бірдей анализбен, бірдей критериймен, бірдей стратегиямен кіріп жатсың. Просто мына кездерде сенде сәтсіздікке ұшырап жатсың. Каждый сәтсіздікті ошибка деп қабылдай беруге болмайды, немесе ақша жоғалтуды үлкен бір угроза, катастрофа қылып қараудың қажеттілігі жоқ. Бұл жігіт біледі, күннің аяғында, аптаның аяғында бәрін плюспен шығатындығын. Мысалға мынаның барлығына январьдың 3 күн сабақ басталған, бүгін 30-ы уже. Бір ай. Оның 3 аптасы теориямен өткенбіз. Мынаның барлығын бір аптада жасап отыр. Мына жұмыс қалай болу керек та, демошутта. Вообще в целом журнал деген нәрсе не үшін керек? Маған керек емес ол журнал. Өзіңе керек. Потому что сендер ақша салсаңдар да, маған айтып саласыңдар, айтпай саласыңдар, мен білмеймін. Бірақ будущем ақшаны управлять ететін сенсің ғой. Сол кезде сенің собственный іштегі намерениең, предубеждениең, маркетке деген сенің ара қатынасың, минусқа болған кездегі сенің ойлау жүйең қалай, соның барлығы тікелей әсер етеді. Бұл жігіт өз-өзінен дәлелдеп жатыр, что минуста болу это нормально. Қателесу это нормально. Главное, менің всегда рискім бірдей болатын болса, процентный соотношение бойынша мен бәрібір выигрышқа шығатынымды білемін дейді. Маған 100% жағдайда жаңағы синдром отличника болып, постоянно ақшамен шығу міндет емес, постоянно плюспен шығу міндет емес, арасында сәтсіздіктерге ұшырайтындығы бар. Егер де 100% стратегия болатын болса, онда бізде строитель, немесе дворник, немесе шахтер дейтін мамандықта болмау керек қой. Жұрттың бәрі онда трейдер болмай ма, барлық жұмысты тастап. Просто адамдардың менталдық, психологиялық және де ойлау жүйесіндегі осындай таракандар адамға рұқсат бермейді ондай нәрсе істеуге. Типа қателесу ненормально, ол нестабильно, арасында ақша жоғалта беретін болсаң, ақша таппайтын болсаң, жоғалта беретін болсаң, онда не керегі бар бұндай жұмыстың деген сияқты адамның іштегі өзінің собственный предубеждениялары бұл нәрсені істетпей қояды. Бұл барлық кезде 80% емес, арасында болады. Мысалы, қазір біз пробой тексеріп жатырмыз. Пробой дейтін нәрсе көп адамның қателесетін ошибкасы. Бұл жерде де сол өзі жасайтын жаңағы AMD, Mara, Tesla сияқты компаниялар барлық кезде сол бір позициямен кіреді, бірдей суммамен кіреді, жоғалтатын ақшалары біреу, и бұлай осылайша өзіне тексеріп көреді, қай кезде позиция ашады. Жай ғана журнал толтырып жатқан жоқ, мына кіріп шыққан жерлердің бәрін көрсетіп жатыр. Кіріп шыққан жерлерінің барлығын көрсетіп жатыр. Мысалға мына жерде жасап жатыр ложный пробой кездегі.
әрбір жасаған позициясын не үшін ашып не үшін жазып отқандығын полностью көрсетеді, чтобы мен түсінуім керек, барлығын дұрыс деп қателесіп жатыр ма, или өзі дұрыс емес кіріп конкретно ошибка жіберіп жатыр. Кейде сенің ошибкаң дұрыс емес жерден кіргеннен де болуы мүмкін, яғни сенің может психоанализді жасау барысында бір нәрселерді ескермей қалғанынан ошибка өзіңде де болу керек. Сондықтан бірінші былай ғой, психоанализді жасап реттеп алу керек, потом стратегияны дұрыстап түсініп алу керек, қандай критерий шыққанда ғана сен оны жасайсың стратегияны. Сол нәрсенің барлығын анализді, стратегияны реттеп алғаннан риск менеджмент деген нәрсені реттеп алғаннан кейін болды. Потом осы журналды толтырып жүресіздер да, сендердің ойлау жүйелерің жаңағыдай ықтималдылық теориясы бойынша болуы қажет. Саған барлық кезде осылай плюспен шыға берудің қажеттілігі жоқ. Мысалға қараңдар, мына жерде біз әлі келген жоқпыз, сендер білесіңдер бұны. Бұл бізде дабл тап, дабл батым дейтін стратегия болған. Барлық адамға өткенбіз. Болғанымызда әлі келген жоқпыз, біз алдындағы 4 стратегияны жасап болдық. Қазір біз маркеттің өз бағытында жасайтын, уровеньнен алып уровеньнен сату, ABCD және де пробой сияқты осы маркеттің өз бағытында қозғалатын 3 стратегияны тексеріп болдық. Қазір оны істеп болғаннан кейін біз развороттық стильдегі торговлялардың стратегиясына ораламыз. Дабл тап, дабл батым, wedge паттерндер, ложный пробой болған кезде позицияға кіру деген сияқты. Келеміз де әрқайсысын бөлек-бөлек тексереміз. Бір уақытта адамның концентрациясы бір нәрседе болу керек. Әр аптаға кішкене мақсат қою керек, кішкене ғана жоба қою керек. Осы аптада мен стоп-лоссты қойып $20 сақтауды үйренемін. Маған ақша табу міндет емес, мен главный басыма стоп-лоссты постоянно қоятындай әдет қалыптастыруым керек. Оны істеп болдым ба, осы аптада мен ABCD тексеріп көремін бір апта бойы деп, сен бір аптада бірақ қана қысқа мақсат қой, және де сол мақсаттың орындап болғандықтан келесіге өту жеңілірек болады. Сендер бір мезетте барлық нәрсені келіп аласыңдар да, анализді де үйренуің керек, стратегияны да үйренуің керек, риск менеджмент, психологияны ойнап жатады, былайша айтқанда барлығын жасауға шамаң жетпей қалады. Trying smart деген бар, trying hard деген нәрсе бар. Trying smart деген қысқа ғана уақытта өзің шамаң жететін нәрсені аз-аздан үздіксіз жасау. Trying hard деген сөз былайша айтқанда бір жеріңді жыртып жұмыс істеу да. Сенде оның мотивацияң максимум 5 күн болады бір жеріңді жыртып жұмыс істейтін. Одан кейін желаниең қайтып кетеді. Неге? Адам қатты бір нәрсеге тырысқан сайын оның ожиданиясы қатты болады да, блин, осы ертерек жемісін берсе, ертерек ақша салып ақша тауып кетсем, курстың ақшасын жасап алсам, трейдингтен ақша тауып байып кетсем деген сияқты ожиданиясы көп бола береді адам қатты тырысқан сайын. Вот именно іштегі мынаны өлтіріп алмау керек та. Трейдинг деген нәрсені бірінші сүю керек адам. Осы іштегі мен постоянно үйренейінші, осы жерден результат шығарайыншы дейтін адамның ішінде бір қызығушылық болады ғой. Сол нәрсені өлтіріп алмау үшін аз-аздан тырысу керек, бірақ үздіксіз жасау керек. Көп адамның просто проблемасы сол жерде. Қатты тырысады да, бір ай түк шықпаса қолын сілтейді да, бұрынғы жұмысын істеп, немесе бұрынғы өзінің күйіне қайта оралады. Трейдинг менікі емес сияқты, қолымнан келмейді деген сияқты. Трейдинг деген ұзақ процесс. Ешқашан сен аны бір курспен немесе бір аптада үйреніп алып, арбитраж басқа жаңағы мобилогр сияқты істеп кетпейсіңдер ғой. Бұл жерде ақша жоғалту рискі бар, бұл жерде басқа нәрсе. Жылдар кетеді кәдімгі миыңды просто үйрету үшін. Просто көп адамның эмоциясы неден болады, білесіңдер ма? Доллардан болады. Өйткені былай ғой, сен досыңа бір нәрсе ожидание қоясың. Досың саған бұл қонаққа келу керек, келмей қалды. Ал ол бірақ ескерткен саған, келмей қалуы мүмкін деп. Сен досыңның келмей қалғанына ренжіп жатсың да, сен ожидание сол ғой, ол досың келу керек. Ал ол ескерткен сені. Бірақ досың сені ескерткен үшін ол нормально деп түсінеді. Келе алмайтынымды ескерттім ғой ладно дейді да. Видишь, сенің ожиданияң ғой бір нәрсеге. Сол ожиданияң орындалмай қалғаннан сен ренжіп, көңілің түсіп қалады. Трейдинг менікі емес шығар, қолымнан келмейді, ақша жоғалта беремін, бәрі ақша табады, менің қолымнан келмейтін сияқты деген. Потому что сендер цельді ақшамен көресіңдер. Ақша тапсаңдар трейдинг күшті, ақша жоғалтсаңдар трейдинг лохотрон бұл, қолымнан келмейді, өтірік бұл. Ешкім ақша таба алмайды, әшейін өтірік бір нәрсе ғой, нестабильный нәрсе ол деген сияқты, ақшаңды құтылып тынасың деген сияқты. Сенің собственный ожиданиең. А что если сен просто ақша емес, мен осыны үйреніп алайыншы деп ожидание қойсаң? Үйренуге ожидание қойған адамда ешқашан жол бітпейді ғой. Оның ожиданиясы үйрену. А үйрену процесі тоқтаусыз процесс. Мысалға бізде анау кімді білесіңдер ғой? Төребек Бекбауов дейтін, психолог, қазір қатты популярный да, сол кісі айтады мысалы. Исламда мұсылмандықтың деңгейі жоқ дейді. Деңгей енді біздің мынау
дін өкілдері бар, қызметкерлер, иә, имамдар, қарилар, жаңағыдай несі құран хатымды жатқа білетіндер деген сияқты солай өздерінің ол діни өкілдерге байланысты бар шығар, бірақ мұсылмандықтың деңгейі жоқ. Мынау 5 жыл намаз оқып жүр, мынау 40 жыл ораза ұстап жүр деген нәрсе жоқ. Мұсылмандық ол жол, процесс, ол өмір тоқтамайды. Мен 5 уақыт намаз оқып жүрмін немесе ораза ұстап жүрмін, мен мұсылман дегенмен бітпейді жұмыс. Сол сияқты трейдингте де сондай ғой. Трейдингте бір деңгей жоқ белгілі. Мына курсты оқып алсам, трейдер болам, болды, бітті, маған осыны үйреніп алсам жетеді деген нәрсе жоқ. Бұл жол. Трейдингте деңгей жоқ. Мүмкін менің деңгейім сендерден алысырақ болып көрінуі мүмкін, бірақ сен жетесің ғой, уақыттың еншісіндегі нәрсе ғой. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл тұрақты түрде айналыса бастасаң, сен де жетесің. Енді мәселе сол жерде ғой. Үйрену процесі деген сөз ол жол. Ал ол жол ешқашан бітпейді. Сен постоянно үйрену процесіндесің. Кім ақшаға деп сразу ожиданиямен келеді трейдингке? Ол келді, 1-2 ай оқыды, ақшасын салды. Ақша тауып кетсе, ол қызығып істеп жүре береді. Ақша жоғалтып қойса, трейдинг менікі емес, лохотрон дейді да, қоя салады. Неге? Сенің собственный ожиданиең, предубеждениең, намерениең. Сен басына келген кезде тупо ақша табу үшін келдің, болды. Қызығып атқаның шамалы, мынамен ауырып, кітабын оқып, ізденіп, спайын істеп жатыр, ертең Microsoft'тың отчет шығады екен, қалай болады екен деген сияқты іште бір не болады екен деген сияқты бір қызығушылық жоқ болса, сен трейдинг сенікі емес. Лучше қазір вообще ақша салмай ақ қойыңдар. Егер онда қызығушылықтарың болмайтын болса. Жай ғана еріккеннің ермегі, жай ғана ақша табу мақсат болатын болса, басқа жұмыс істеңдер. Мобилография істейсіңдер ма, такси айдайсыңдар ма, курьер істейсіңдер ма, вот ұнатып ақша беретін жерге барыңдар. Трейдингті ұнатпай тек қана ақша жасау деген сөз ол нонсенс. Мүмкін саған 1-2 рет везение болады, но долгосрочно қараған кезде сен бір күні тынасың. 2 айдан кейін, может, жарты жылдан кейін беріліп қоясың бәрі, потому что сенің ожиданиең бәрібір орындалған жоқ. Поэтому бұл іске өзің іштей ғашық болмасаң, сен ештеңе не получится. Бүгінгі мен сіздерге айтқым келіп отқан дүние позицияны ашып жатқандағы қорқыныш, страх. И және де позицияны ашып болғаннан кейін ситуацияны контролировать ету. Екеуі де бізге жат нәрсе, пенде ретінде. Потому что қараңдар, әрекет деп жатыр, әрекетсіз нәрсе ешқашан бір результат бермейді. Страхтың артында жатқан нәрсе не? Саған әрекет жасатпайды. Сен уровеньге келген көріп тұрсың поддержкаға. Сен қазір кірсең лонгқа, келесі уровеньде сопротивлениені сатуға болатындығын білесің. Сенің мына страхың, яғни дұрыс емес болып қалам ба, қазір баға құлап кететін шығар, өспей қалатын шығар дейтін нәрсе болғандықтан, сенің собственный страхың просто позицияны ашқызбайды. Яғни әрекет жасатпайды. Әрекет жоқ жерде ешқашан сен результат та болмайды. Видишь, сенің страхың өз-өзіңді өлтіріп жатыр. Енді сен мына жерде кірмей қалдың да, қорқ. Баға өсіп бара жатыр, уже ортасына келіп қалды мына жерге. Не істейсің сен? Блин, жаңа кіріп алуым керек еді. Білдім ғой осының өсетінін дейсің, дұрыс па? Осы жерде сенде екінші страх кетеді уже. Страх упущенной возможности. FOMO дейміз ағылшынша, fear of missing out. Сен мынаны бағана кіру керектігін көріп тұрдың да, кірмей қалдың, қозғалыс кетіп бара жатыр. Енді осыны қуалап жетуің керек та сен. Сен кіресің, сәл көтеріледі да, $20 тауып тұрасың да, қайттан құлап кетеді. Енді сенде үшінші сұрақ пайда болды да. Тауып тұрған ақшаңды жоғалтып аламын деген. Страх деген нәрсенің артында ешқандай бір береке жатқан жоқ. Сондықтан сен көрген кезде просто позицияны ашу керексің. Ол бірінші нәрсе. Екінші, ақша табу үшін позицияны ашқаннан кейін оны контролировать етудің қажеттілігі жоқ. Яғни ожидание қоюдың қажеттілігі жоқ. Сен бірақ нәрсе қоя аласың. Ол стоп-лосс. Және де сен оны осознанно қабылдайсың. Стоп-лосс қойдым $20. Мен рискті қабылдай аламын деген сөз емес. Егер сен стоп-лоссты қойған күннің өзінде де өзіңді жайсыз, нашар, ауырсынып, ақша жоғалтатын болдым ғой деп күйіп-пісе беретін болсаң, сен стоп-лоссты қойғанмен рискті қабылдап тұрған жоқсың. Өйткені рискті қабылдау деген сөз все. Мен кіріп жатқан кезде $20 мен ментально қоштасып қойдым, уже $20 менікі емес. Менің әрбір позицияда кіріп жатқан кезде қателесу шансым 50-50, табатын да жоғалтатын да. Значит, мен кіріп жатқан кезде $20 миымнан өшіріп тастадым. Раз мен миымнан өшіріп тастадым да, қазір шынымен де мен стоп-лоссыма тиіп минуспен кетіп қалатын болса, мен оған күйіп-піспеймін, потому что я ожидал этого. Сол рискті қабылдау деген сөз. Жай ғана бір сумманы қойып қою емес стоп-лоссқа. Конкретно болды, мен осыны қабылдаймын, минус болса маған ешқандай ештеңе болмайды. Нормально, мен көтере аламын деген нәрсе.
Ол сенде жоқ па? Просто стоп лосс қойдым, мен рискті қабылдап отырмын деген сөз емес. Үшінші нәрсе, сен позицияға кіргеннен кейін болды, осы стоп лосс қойдың ба, дальше не болатындығын ожидать етпе. Сен максимально реалистично келу керек жерге тейк профит қойып, немесе соған жетпей қалса, мувинг аврейджер бұзып жатса, по ситуации уже позицияны жабуға тура келеді. Мен мысалға мына жерде қазір Тесланың $4 қозғалғандығын көріп тұрмын, бірақ Тесла бізде $8 ATR бар. Жоқ, бұл қазір $8 ATR-ны орындау керек, мына жерге келу керек, келесі уровеньге деп бүйтіп күтіп отыра берудің де қажеттілігі жоқ та. Кейде саған осы $4-ға қанағат тұтып шығып кететін де уақыт болады. Всегда сенің ожиданиең бола бермейді бұл жерде. Сондықтан по ситуацию саған рынок қандай информация беріп жатыр, позициядан шық деп жатыр ма, шығу керек. Сен өзіңнің собственный ожиданияңа үлкен артықшылық беріп қоймауың керек. Болды, осы бір сезімдерді реттеп алыңдар. Не болатынын контролировать етпеңдер. Өйткені дәулетті болуда екі нәрсе жазылған, иә. Өйткені бүйтіңдерші, тәуекел етіп жатсыңдар, иә, стоп лосс қойып кіріп жатсыңдар. Осы нәрседен ақша табып жатсың. Әрекетіңмен тәуекелің бар, бәрі жақсы ғой. Тәуекел еткен адам ары қарай, мысалы сен бір бизнес бастап жатсың, 10 миллион теңге салып, сен оның ататын атпайтын жасамай тұрып білмейсің ғой. Алла тағала, бисмиллах, мен ісімді бастап жатырмын, берекесін бер дедім да баста жібердім. Сен оның қалай ататын атпайтынын, сен салған ақшаның қанша уақытта келетіндігін білмейсің. Вот видишь, Құдағаға полностью результатты тапсырып жібердің. Тәуекел ету деген сол. Сендер тәуекел еткеніңмен полностью Құдайға сеніп тұрған жоқсыңдар ғой. Еще ситуацияны контролировать етіп жатсыңдар. То есть минус болып қалса қайтемін, плюс болып кетсе мына жерден не істеймін, қалай шығып кетемін деген сияқты қатты алға жүгіріп кетіп жатырсыңдар. Сонда тәуекел ету бірінші шарт, екінші шарт сабыр ету. Сен мысалы Қытайға товарға ақша жібердің, товарың келмей жатыр, ұзақ кетті, таможняда тұрып қалды, сен ашуланып басталасың. Сабыр керек осы кезде. Кейде сен сәл минусқа кетіп барып, может сен оны қымбатырақ бағаға сатып жіберуің мүмкінсің. Яғни позицияны ашып тәуекел етіп болғаннан кейін де определенное время сабырлық сақтап күту керек. Стоп лоссқа келіп жатқан кезде ашуланып дірілдей берудің қажеттілігі жоқ. Ол сен миыңда қабылдап қойдың ғой $20 жоғалған. Соған келгенше күте бер. Ол может быть минус $15 келіп барып, плюс $60 дейін өсуі мүмкін. Екі шарт бар сонда. Біреуі тәуекел, екіншісі сабырлық. Тәуекел бәрімізде бар. Позицияны ашып жатыр. Позицияны ашуды өзі тәуекел. Потому что каждый позицияны ашып жатқан кезде сенің ақша жоғалту қаупің 50% всегда. Вот, өздеріңе тиесілі емес нәрсені арқаламаңдар. Ситуацияны контролировать ету, раскладцты қалай болу, прогноз жасап қойып, жоқ мына жерге дейін келді деп предубеждение қойып қою маркет ашылмастан бұрын. Сендердің позицияларың тек қана нәрсе, дұрыс анализ жасау, стратегияңды көрген кезде тәуекел ету, рискті қабылдап, всегда бір сумманы қою болды. Дальше қалай болады? Может бір жерде ол 1/1-мен шығады. Может бір жерде ол 2/1-мен шығады. Может 5/1-мен шығады. Каждый ашылып жатқан позиция уникальный. Сен 2 рет ABCD жасадың да, екеуі плюс болды. Бірақ үшіншісі сондай плюс болып, саған 3/1 соотношениемен 20 акциямен кірсең $60 жасап береді деген сөз емес ол. Үшіншісінде сен минусқа кетуі мүмкінсің $20. Төртіншісінде сен $20 минусқа кетуі мүмкінсің. Барлық кездегі анализ бірдей. Барлық кездегі кіріп жатқан акцияның саны мен риск бірдей. Бірақ барлық кездегі маркетке қатысып жатқан адамдардың барлығы дәл сол адамдар емес қой. Бүгін үшінші күні мүлдем басқа адамдар, мүлдем басқа сценарий болып жатыр. Маркеттің қатысушыларының намерениясы басқа жақта, яғни олар өсетініне қарағанда құлауын күтіп отыр деген сияқты мәселе болып тұр. Сондықтан әрбір ашылып жатқан позиция по-своему уникальна. Оны алдыңғымен немесе болашақтағы позициямен байланыстырудың қажеттілігі жоқ. Дәл солай ақша тауып жүрген жерде адамдарда сондай нәрсе бар. 3 рет, күшті рет ақша тауып қалса, 4-ші рет ол уже 20 емес 50 акциямен кіреді. Немесе 4 күн демо счетта ақша тапса, келесі понедельник күні уже брокерлік счетқа ақшасын салып, реальный счеттен торговать етіп кетеді. Неге? Болды, мен трейдингті қатып үйреніп алдым деп ойлайды да. Ешқашан рискті игнорировать етпеңдер. Маркетте кез келген күні, кез келген минутта, кез келген нәрсе бола салады. Маркетте ешқашан определенность деген нәрсе жоқ. Әрбір стратегияңа, әрбір ашып жатқан позицияңа жауапкершілікпен қара. Кез келген уақытта, кез келген нәрсе бола салуы әбден мүмкін. Сондықтан осы бір нәрселерді айтқым келді. Сондықтан Нұрболатты шақырып отырған себебім,
Олар да сендер менен катар осы январь, ол даже сендерден кийин баштады. Биздеги барлыктарын соңғы декабрда аяктадыңдар го, последний поток. Бул эми осудан bir апта бурун гана битирген студент. Просто мен сендерге алысыраак болуп көрүшүм мүмкүн, э? Сендердин точка Аларың эмди башталды го. Мүмкүн маганга дейин bir 2 жыл, 3 жыл жүрүү міндет емес. Мысалға, дәл солай сендерде точка Ада Нұрболат та бастаптыр. Ол менің мысалға 3 жылдағы жасаған нәрсемнің уже 1 аптада 1,5 жылдық еңбегін жасап қойды. То есть мен 1,5 жыл бойы түсінбей жүрген дүниелерім, басындағы таракандар, психологиялық, түсінбей жүрген дүниелерім бәрі ол түсініп қойды. 1,5 жылдағы нәрсені ол 1 айда үйреніп қойды. И осылай ол жалғастыра беретін болса, мені басып озады. Мәселе ақшаның суммасында емес кіріп жатқан. Мына жақта ойлануында. Егер ол басындағы миындағы барлық нәрсенің подходын дұрыстап алатын болса, мені асып түсе береді. И ол уже ақша жоғалтқан кезде күйіп піспейді уже. Мен басындағы 2 жыл күйіп пісе беретін каждый позициядағы рискімен. Я мен кіріп алам, рискті қабылдаймын, $300 жоғалтсам нормально деп отыра беремін, бірақ $300 жоғалтқан кезде менде спокойно сезім болмайды алғашқы 1 жыл, 2 жыл. Ақша жоғалтқан кезде бәрібір өзіңді нашар сезінесің. Мен ақша жоғалтып қойдым бүгін. $300, $400 ол 100-120 мың, 150 мың ақша, мен көп ақша жоғалтып қойдым деген сияқты өзімді іште бір жайсыз сезінетінмін. Көп ақша жоғалтып жүрмін осы күндері деген сияқты. Просто миыма тыныштық бермейтінмін. Бұл жігіттің қазір миы таза. Бұл бұғанға дейін оқып келген, реально что торговать еткенде. И ода да ондай сезім болған. Мен дұрыс емес істеп жатқан сияқтымын, дұрыс емес үйренбей жүрген сияқтымын деген сияқты. Поэтому барлығы мида, қабылдауда. Проблема деген нәрсе жоқ. Ол тек қана сенің қабылдауыңда. Сенің кейде собственно осындай бір предубежденияларың минусқа деген, стоп-лоссқа деген, бір ошибкаға деген нелерің көп болуынан, ожидание көп болуынан, сен кейде осыны жасай алмайсың. Сондықтан трейдердің мышлениясы собственный правота деген нәрсені қою керек. Мен барлығын білемін, мен уверенмін деген нәрсені қойып, теория вероятность бойынша, ықтималдылық теориясы бойынша жұмыс жасау керек. Сендердің стратегияларың 60-70% выигрыш әкеліп беріп тұрса, осы стратегияның пайызы сендерге ақша жасауға жеткілікті. Айдың соңында сендер по-любому плюста шығасыңдар. Осы бір ситуацияны, осы бір характерді, осы бір майндсет дейміз ғой, мышленияның бастарыңа қашан толықтай отырмағанша сендерден трейдер шықпайды, сразу айтамын. Потому что сендер каждый минусқа қатты остро реакция жасайсыңдар, ал ол само собой агрессияны тудырады. Агрессияның арты неге апаратынын сендер жақсы білесіңдер. Түсінді ма? Енді мысалға Нұрболат осымен сөзіңді аяқтай салсам болады. Жалпы сен не түсіндің осы үш стратегияны істеп болдың ғой қазір. До этого сен ожиданиең қандай болған? Қазір қалай ойлайсың минусты? Қазір бір минут, Мгм. Просто адамдар андай ғой, 3 рет 4 рет істеп көреді да, стратегиям дұрыс емес дейді. Потом оған бір успешный трейдерді көріп отырып, менде мынандай стратегия бар, немесе менде мынандай индикатор бар десе, соны оқуға жүгіре бересің да. Сен басындағы тараканды тазаламағанша, қанша курс оқы, қанша наставниктен өт, басындағы миыңды дұрыстап бермесе, техникалық анализ, инструменттер, индикаторлар сені құтқармайды, потому что сенің отношениең трейдингке сондай бәрібір. Жасыңдар ма? Намерение, предубеждение, психология, мышлениені реттемегенше ешқандай білім сендерге қонбайды. Наоборот, білім, наоборот, сені көп тығырыққа тірей береді. Мынандай болу керек еді ғой, мына кезде мынандай болу керек еді ғой деген сияқты. Көп білім білген сайын сен ожиданиең көп бола береді маркетте. Осылып тұр ғой, да? Аха. Жалпы қазір біз уже 2-3 стратегияны почти бітіп қалдық. Енді только разворотный модельдегі стратегиялар қалды. Жалпы осы стратегияға байланысты айтатыным то, что мендегі бастапқы проблеманың бірі ол жаңағы психологияға байланысты болатын. Сол жаңағы қабылдай алмау, нені ертеңге қалдырып кету, позицияны, акцияны алып ертесіне жабу деген сияқты. Жоқ, интрадей торговать еткеннен кейін бір күннің ішінде барлығын жасап, сол маркетте берген затты ғана алып, одан овер көп нәрсені күтудің қажеті жоқ. Сол берген затты ғана алып, стратегия бойынша егер барлығын дұрыс істесең, сол стратегияң орындалды, молодец, сен өзің былайынан несең
өз өзіңе қуанышты болсаң болады, себебі сен істеген затыңды дұрыс жасадың, жаңағы стратегия бойынша істедің, бүкіл нәрсені көрдің, плюстардан плюсқа шықтың деген сияқты. ал егер бүкіл затыңды істеп тұрып, бүкіл нәрсені дұрыс жасап тұрып, стратегия бойынша кіріп тұрып уровеньнен кірдің, және сен минусқа кетіп қалатын болсаң, ол жақта тоже қатты паникаға кетудің қажеті жоқ та. Менің өзім ең бірінші түсінген, потому что мен алдын қатты паниковать ететін, паникер болатын, қатты ашуланатын, қатты жынданатын, то что мен полицияға кірдім, мынау дұрыс жерден кірдім ғой, неге бұл мен там минусқа кетіп қалдым деген сияқты көп керек емес эмоциялар да. Былайша айтқанда шашыңдағы жүретін эмоциялар просто сен ерте қартайтып жібереді, ерте нервың тозып жүреді. Ондай жұмысқа деген спокойно қарасаң, спокойно көретін нәрсені дұрыс істесең, сол арқылы плюсқа шықсаң, сен по-любому определенный белгілі бір уақыт аралығында общий жаңағы мен өзім көрдім ғой, өзім статистикамды өзім көрдім, суммамен көрдім, процентпен көрдім. Сол кезде мен өзім көзім жетті да, маған басқа біреудің айтқанына қарағанда менің өзім жасағаным маған больше убеждение алып келді да. Я өзім істеп жатырмын да оны, потому что басқа біреудің айтқаны видеодан көріп алған емес, нұрекеңнің айтқаны емес, өзім істегендіктен маған оған көп сенемін да. И сол көзім жеткеннен кейін мен уже бұны еще больше максимально жасай бердім да. Бүйтіп күнделікті мен бір неге кіретін болсам, бір акцияға кіретін болсам, бір акцияны бірнеше күн торговать етіп тастаймын, бір біріне қарап отырып деген сияқты. И уже маған қызық та, больше соны зерттеген қызыға бастаған сайын маған жаңағыдай ощущениялар келе бастады, то что мен дұрыс істеп жатырмын деген сияқты. И соңында мен статистиканы қайтадан шығарсам, статистика бойынша по-любому менікі ақшалай болса да, жаңағы процентный выигрыш болатын болса да, винрейтинг болса да, менде жақсы көрсеткіштер көрсетті да. Сондықтан главный не істегеннен кейін оны тоқтамай жасау болып тұр. И сол мен айтатыным лично өзімнің опытымнан, ол қатты жаңағы психологический состояниені контролировать ету да. Минусқа кетіп бара жатса да, плюсқа кетіп бара жатса да, иногда болады ғой, там плюсқа кетіп бара жатқан кезде қатты плюсті көтере алмай қалады адамдар. Бір өзінің R-ын орындап қояды, екі R-ын орындап қойған кезде адамдар жауып тастаймын ба, бірақ әлі мен ойлаған жеріме дейін баратын шансы бар деген сияқты күтпейді да. Сол жауып тастамай асықпай отыратын болсаңыздар, сол более дұрысырақ болады. Себебі ертең сіздердің жаңағы суммаларыңыз көбейген сайын, ол жердегі суммаларда зарабатываетін суммалар да көбейеді. Так что стратегия бойынша, а не так, что ақшаға қарап позицияны ашып жауып деген сияқты. Егер ақшаға қарап істейтін болсаңыздар, ол кішкене қиынырақ болатын өзім түсінгендерім ішінен. И жаңағы в основном менің өзіме қатты керек болған ол психологическая, былайша айтқанда, поддержка өзің осы айналысып жүрген адамдармен. И осы адамдармен бірден кейін бөліскен кезде мен былай істегенмін, мынандай минусқа кеттім деген кезде, например, нұрекең айтады, мен де істегенмін ондай нәрсені деген сияқты. Сондай психологический поддержка өте жақсы болды да, былайша айтқанда. И соның арқасында менде қазір біраз алға шықтым деп айтсам болады. Біраз өзімнің старый версиямен салыстырғанда, старый жаңағы трейдер Нұрболатпен салыстырғанда, қазіргі кездегі Нұрболат ол арасы әжептәуір болып тұр да. И соны айтамын мен, главный жаңағы теханализді толық үйреніп алғаннан кейін, меңгеріп алғаннан кейін, ол өзінің жаңағы психологиясын реттеу. Егер психология бойынша ешқандай проблема болмайтын болса, ертең үлкен сумма берсе де, үлкен суммамен де дәл сондай психология болса, жақсы трейдер болады деген өзім ойымда сондай түсінік болды қазір. Иә, сол адамға өзіндегі ықтималдылық теориясын өз-өзіне дәлелдейтін болса, мен жасай аламын деп ше. Мысалға мына жерде я деген бар, мен деген сөз. Нұрболат болсын. Енді Нұрболат егер өз-өзіне не уверен болатын болса, өзі жасаған жаңағы стратегиялары тұрақсыз, әлі өз-өзіне дәлелдемесе, бұл не істейді? Мына жақта бізде легенда Ғаниді білесіңдер ғой барлықтарың, иә? Ғани алтыннан осынша ақша тауып жатырмын, $500-дан $5000 жасасаң, бәрің барасыңдар да Ғаниға қарай жүгіресіңдер ғой, фокус. Немесе Нұрлыбек мына опционнан $1,500 салып, тағы $1,500 үстіне шығарып 100% істедім десе, сендер Нұрлыбекке қарай жүгіресіңдер. Мына жақта біреу сендерге стохастикпен өсіп салып жүрмін десе, бір трейдер, соған қарай жүгіресіңдер. Нақты біреу менде смарт мани дейтін нәрсе бар десе, смарт маниға жүгіресіңдер. Фокустарың жан-жақта өздерінде емес. Бүкіл ақша жоғалтып жатқан сезім, ол сенің өзіңде жатыр ошибка. Негізгі причинасы да ақша жоғалтып жатқан.
Сен оны сырттан іздейсің, индикатор үйренесің, жаңа курс өтесің, жаңа наставниктің саған 1 миллионға берген білімін якобы түсінген сияқты мотивацияға тойлап қайтадан бастайсың да, бірақ over and over again қайта қайта жасай бересің сол ошибканы, бірақ түсінбейсің, вроде оқыдың ғой, сөйтіп маған жамандап келесің. Ана трейдерден оқыған едім, маған түк те үйретпеді. Мына трейдерден оқыған едім, маған стохастикпен өзің үйреніп аласың деді. Маған кері байланыс бермеді, маған өзі оқытпады, маған үйтпеді, бүйтпеді, сөйтпеді. Всегда кто-то виноват сендердің нелеріңе, минустарыңа. А вот вопрос в чем? Сендер ешқашан кінәні өздеріне іздемейсің. Кінә деп жатқаным, сен бір нәрсені дұрыс оқымадың деп жатқан жоқпын. Миыңда қабылдауыңда бір нәрсе бар да. Яғни сенің минусқа деген отношениең дұрыс емес. Сен просто айтылған нәрсені, мысалы мен 20 сделка жасаса немесе журнал жаса дегеннің артында жатқан дүние осы. Журнал жазу ең анандай жұмыс қой, еріншектікті, жалқаулықты тудыратын жұмыс та. Барлық адамның былайша айтқан кездегі ерік жігері жетпей кетеді, мынаны толтырып отырып қойшы деп ақша тауып жатсам болды емес па деген сияқты. Ол маған да керек емес та. Сендер ақша тауып кетсеңдер қуанамын ғой, конечно, бірақ реальный счетқа өтпей тұрып хотя бы сендердің winning рейттерің керек та. Сенің winning рейтің 60-70%-тен жоғары болуы да мүмкін. Мысалға мынандай болғанда менде қараңдар, мен бірінші бастаған кездегі менің мысалға 10 сделка деп алатын болсам, 10 сделканың как минимум 8-і плюс болатын. Если процентный соотношениемен айтатын болсам, 80% менде постоянно плюс болады. Тек қана екеуі минус болуы мүмкін, 20%. Я сендер ойлауларың мүмкін, мынау 10-ның 8-іне плюс шықса, мынау потолок трейдер ғой деп, иә. Енді қараңдар, 8 рет $100 мен $800 табуым мүмкін да, әрбір сделкадан $100. Мен бірақ 2 сделкамен обратно осы $800 беріп қоюым мүмкін. Итого мен даже 80% winning рейтім болып тұрса да, мен түк таппай нөлмен шығып тұрмын. А иногда бывает, что 4 күндегі тапқан ақшаңды 5-ші күні полностью бәрін беріп қоюым мүмкін. Хотя менің процент выигрыштан күшті. Түсіндің бе? Баста ғой проблема бәрі. Сенің минусқа деген отношениең, стоп-лоссты қоймауың, рискті қабылдай алмауың осы жерде жатыр ғой. А мен не істеймін? Ана наставникке жүгіремін, level 2 үйрететін шығар, мынау ананы үйрететін шығар, мынаны үйрететін шығар деп курс іздей берудің қажеттілігі жоқ. Бәленің барлығы ішінде жатыр. Соны тазалап алу керек. Потом соны тазалап алғаннан кейін өзі миыңа әдемі по полочкам любой білім отыра береді. Трейдинг жасау үшін менің счетымды қараудың қажеті жоқ. Менің мотивация алудың қажеттілігі жоқ. Трейдинг жасау үшін өзіңе мотивация алу керек. Біздің фокусымыз көп ақшаға тауып кетеді, ақша тапқан күндері ой бір риза болып істеп жүресіңдер да, қалай ақша жоғалтып бастайсыңдар, қолдарың бір сілтейсіңдер да істемей кетесіңдер. А негізі сендерге Құдай көрсетіп жатыр ғой, қай жерде ошибкаң бар екендігін. Мына жерде ошибкаң бар, сол үшін ақша жоғалтып жатырсың, назар сал деп жатыр саған. Потому что мен сендерге айтайын, жаңа айтып отырсыңдар ғой, 2 рет $100 салып, $200 жоғалтып қойдым бір нәрсе деп. $200, $500, $1000 бұлар сендер трейдингтегі жоғалта алатын ең мизерный сумма, естеріңде болсын. Потому что Құдай сендерге сондай қылып беріп жатыр да, қара, $100 жоғалтсаңдар да, $500 жоғалтсаңдар да, сендер трейдингте, басқа әлемде, басқа жұмыста, таксист сендерде курьер болып, жай бір жұмыс жасасаңдар да, сендер ол ақшаны қайтара аласыңдар ғой. Дұрыс па? Қиын сумма емес ол $100, $200, $500. Әйтеуір жарты жыл болса да, 1 жыл болса да, 1 ай болса да ол қайтатын сумма. А енді сендер трейдингке крупный суммамен осындай ошибкаларды жасай беретін болсаңдар, сендер полностью жағып жүресіңдер да, үлкен депрессияға кетесіңдер. Неге депрессия? Потому что өмір бойы тапқан таянғанды жоғалтып қойдың ғой. И сол сезім сені не покидает никогда. Сен өзіңді өмір бойы лузер санап кетесің. А Құдай саған сөйтіп ескертіп жатыр да, қара, сен мына ақшаны оппонға кейін қайтара аласың, бірақ мен саған назарын салып жатырмын. Қара, сен мынандай ошибканың себебінен осынша ақша жоғалтып тұрсың. Біреу кейде маған айтады да, Нұрлыбек мырза, мен ана позицияны жаппай кеттім, 3 күн сақтап отырмын, қазір үлкен минуста отырмын. Не істеймін, позицияны жабайын ба? Қанша минустасың десем, $100. $100-ға қара аспанды төндіріп жатыр да. Мен айтамын ғой саған, қазір сен тәубеңе келтіріп жіберейін деймін да. Сен қазір позицияңды жап, не үшін екенін айтамын деймін да. Дәл осы ошибканы ұстап отыра беріп, мен $20,000 минусқа дейін бір позицияны ұстап отырғанмын. Ертеңгі күнге қалдырып кеткеннен. Өсіп қалады, ән өсіп қалады, мін өсіп қалады, ән өсіп қалады, мін өсіп қалады. Еще маржа пайдаланбағансың, еще стоп-лосс қоймағансың, еще ол даунтрендке кетіп бара жатқан маркетке сен лонгқа кіріп қойғансың. Ештеңеге қарамайсың, собственный ожиданиең әйтеуір бір келетін шығар деген собственный ожиданиең $500 минуспен шығатын жерден $20,000-ға дейін қатар жіберген да.
А вот мен сендерге айтып жатқан себебім сол, сендер $50, $100 минуста наоборот қуанып қабылдаңдар, что ол ақшаны қайтару өмірде жеңіл, басқа жұмыс істесең де. Бірақ сендер трейдингтен крупный ақша тапқыларың келсе, иә, менің тауып жатқан ақшама қызықпаңдар, $500, $1000, $2000. Оның артынан үлкен сондай риск жатыр. Яғни сол ақшаны табуға мен ниеттенсем, значит сондай ақшаны да жоғалта аламын спокойно. И мен уже оны контролировать етпеймін. Мен айдың соңында бүйтіп қараймын, плюстамын ба, все болды. Қанша ақша жоғалтып қойдым осы күні, осы аптада қанша ақша жоғалттым, неге мен өйтіп қойдым, бүйтпесем деп мен оны контролировать ете алмаймын ғой. Айналып келген кезде ризықты беретін я разақ деген, иә, то есть ризықты беруші алла, алланың бір есімі. Болды ғой, сол ғой беретін. Мен жұмысым жасап жатырмын, әрекетім жасап жатырмын, ниетім дұрыс, болды ғой, зачем мне это все контролировать? Каждый трейдке сүйе беретін болсаңдар, иә, дұрыс айтады жаңағыдай болады. Мен шашым ақ түскен уже мысалы 30-ға жетпей, да. Біреулердің жалын мырзаның шашы түсіп қалған мысалы, қатты стрессовать ете бергенде. Ол сенің собственный ожиданиең соны істетіп жатқан. Негізі ондай ожидание қоймасаң, в принципе, сенде ондай проблема болмайды. Иә, трейдингтен ақша табу оңай, $1000, $2000. Үшінші, төртінші жылы. Бірақ бірінші, екінші жылы емес. Бірінші, екінші жылдары сендерге қажетті психологияны бастарыңа орнату керек. Осы жылы 30-ға дейін, 40 жастарыңа дейін жасап жүрген оқуларыңда, білімдерің, жұмыстарың, орталарың барлығы біздің трейдинг саласына мүлдем келмейді, былайша айтқанда негодный. Может, сен крутой бизнесмен бол, который 10 миллион обороты бар ай сайын, иә, сен ол біліміңмен де, ол тәжірибеңмен де бұл жерде сен ұзаққа бара алмайсың. Ол сенің какие-то бір бұрынғы жинап алған предубежденияларың, намеренияларың. Трейдингтің өзінің әлемі бар. Сен соның культурасын қабылдамағанша, сен соның мышлениясын қабылдамағанша, сен ой, менде ақша бар, күнде рисковать етіп жүр ғой, уайлдберриске қадап тастаған, ставкаға қадап тастаған деп оңай қабылдай бересің. Ойыңды қабылдамаңдар. Егер де ондай жұмысқа іштей, жұмысқа мимен жұмысқа дайын болмасаңдар, лучше всего вообще ақша салмай қойыңдар. И тып-тыныш өмір. Потому что трейдинг не для всех. Егер мен айтқан нәрселерім сендерге миыңа қонымды болса, ары қарай жұмыс жасауға ол нәрсемен келетін болса, пожалуйста, дальше развивайтесь. А если нет, лучше всего ақша салмай қой. Өйткені трейдинг не для всех. Жалпы бүгінге айтқым келгені осы. Сұрақтарыңызды болса сұрап алыңыздар, қазір сабақты аяқтаймын. Сабақ сақталады, мен телеграм каналыма жүктеп қоямын, сол жақтан қарап жүрсеңіздер болады, таныстарыңызға жіберсеңіздер болады, немесе сіздермен бірге группада оқыған адамдар қарай алмаса соларға айтсаңыздар болады. Жалпы сабақтар, кітаптар телеграм. Жаңағы теория вероятность бойынша білімді мен сіздерге қазір, негізі телеграмда бар, қазір қайта жүктей саламын. Зональный трейдинг дейтін кітап бар, Марк Дугластың трейдинг де зон. Ол былайша айтқанда барлық трейдер оқуы міндетті, талап етілетін кітап. Именно осы мышление туралы және сенің психологияң туралы. Соны оқыңдар, демесе оқуға ерінетін болсаңдар, ютубта видеосы бар, семинарлар, Марк Дугластың ағылшын тілінде, әрине, орысша субтитрін қосып переводпен может быть қарауға болады. Барлық жеңіліс ол сендердің стратегияларың немесе қолдарынан келмей жатқандығынан емес, просто сендердің қабылдауларың, психологияларың. Соны естен шығар. Потому что то, что я обучал вас, это все рабочий инструмент. Барлығында кемінде 60% winning rate бар. А это значит достаточно для того, чтобы зарабатывать деньги. А то, что сен оны жасай алмай жатсың, значит мидағы таракан. Түсінесіңдер ме? Басқа білім іздей берудің қажеттілігі жоқ бастады. Орысша кітабы бар, соны қазір сіздерге жүктеп қоямын телеграмға, сол жерден оқысаңыздар болады, электрондық. $200 мен стоп-лосс, максимум $10. Форекс крипто нишаға акцияны қоссаңыз болады, бірақ акциядан сіз ондай көп ақша таппайсыз. Акциядан күніне стабильно 1-5%-ға дейін табуға болады, бірақ форекс крипто опцион сияқты 10-20-50%-ға дейін табу ондай мүмкін емес. Яғни акцияда сендер тек қана өз ақшаларымен жасап үйренесіңдер көп жағдайда. Брокерде тұрған ешқандай нәрсе жоқ. Практиканы трейдинг вьюмен де жасауға болады. Практиканы Capital.com-мен, Webull, қандай қолында инструмент бар. Жалпы платформада тұрған ештеңе жоқ. Мен сендерге айтайын. Мынаяқтан бастап барлық нәрсе.
Все сурактарыңыздын жабабын алсаңыздар, онда осы. Мүмкүндүк болсо арасында сиздерге осылай айтып отурам, тегин сабактар. Бул нерселер көп курстарда айтылмайт. Өткені наставникти окуганда былай го. Мисалга курс окуткан кезде мәселе, мен мисалга сендерге готовый курс бере салсаңдар болот. Оны сендер түшүнбөйсүңдөр. То есть бир сериал курс карап чыгасыңдар, инструменттерди үйрөнөсүңдөр. Былайча айткан кезде инструментпен калай жумуш істөө керектигин үйрөнөсүңдөр. Бирок кажетті мөлчердеги өзүнүн бир психологиялык мышление тууралуу айтылат аңгемелер бар. Кандай жагдайда бул жумуш жасамайт? Жумуш жасамай калган кезде сен оны калай кабылдоо керексиң, сезимдериңди калай реттөө керексиң, және де келесі аракетиң калай болот. Мына осы нерселер айтылмайт. А вот мына индикатор былай жұмыс істейт, мына уровень былай сызылат деп айтыла берет барлыгы. Бірақ сен соны істеп атсаң да акча жоготуп атасың да, и бир түрлүү сезинесиң өзүңдү. Вроде маган осылай үйрөттү го, мен істеп атырмын го, бірақ неге не получается у меня, неге баскалар акча табат? Нет, олар мыйларын реттеп алган. Олар дәл сол инструментпен жұмыс істеп атат. Просто мыйын поправка жасап алган да олар. Сол гана айырмашылык. А так мен сендерді біреуің арзан оқып атсыңдар, біреуің қымбат оқып атсыңдар деп бір информацияны жасырып қалған емеспін. Ешқашан барлық адамға бірдей үйретемін, 100%. Наставничий соңғы уже қымбаттайды, өкінішке орай. Қазір мен уақытым жетпей бара жатыр. Мен жақында, кстати, осы Форекс және де опцион маркеттерін зерттеуді бастадым. Өз ақшамды салып тексеремін. Егер де кім акцияда күніге тұрақты 1%-ын тауып жүрген адам болса, және де оның процентный выигрышы жоғары болатын болса, мен оларға опционный фьючерсті үйретемін. Фьючерс жалын үйретеді, опцион Форексті, возможно, біз қосамыз дамаз трейдерге. Бұл нені білдіреді? Миын реттеп алған 1%-ды күніге тұрақты таба алатын адам ертең 10%-дық, 15%-дық прибыльға өседі. Яғни сен $5000 мен мысалға опционнан $1000-1500 дейін таба аласың. Немесе жоқ дегенде $500, 10%-ын таба аласың да. Сен акциямен $5000-дан $500 таба алмайсың, $50 таба аласың максимум, или $100. Бірақ опционнан сен $500 дейін табуың мүмкін. Сол сияқты үлкен ақша табу ол екінші, үшінші жылдары. Просто оғанға дейін керекті инструменттердің барлығын жақсы меңгеріп алу керек, психологияны реттеп алу керек, а потом уже екінші, үшінші жыл ақша уже просто кете береді, өсіп, сендер оны контролировать етпейсіңдер деп. Сен қазір $10,000 счетқа дейін барып, бүгін $1000 қадалып қалсаң да, сенде ондай жаман бір сезім болмайды. Я сол күн настроением болмай қалады, но в целом білесің. Ладно, ничего, қайтадан жасай аламын. Неге? Потому что ішіңде уверенность бар да, сен жасап жүрсің, қайтарып алу саған не вопрос. Вот сол сезім мықты нәрселер болатын болса, бірақ новичоктарға опцион, фьючерс, крипто, форекс ұмытыңдар. Сразу бір айда ақшалардың бәрін жағып жібересіңдер. Түсініп ма? Жалпы бүгінгі сабақ пайдалы болса, онда сіздермен қоштасамын. Сабақты Telegram каналдан кейін аласыздар.